Армысыздар, қадірменді тыңдарман. Бұл оқиға менің өз басымнан өткен болатын. Үйленгеніме 9 жылдай болған. Қайнатам қайтыс болған. Енем ол кезде небары 30 жаста екен. Қазір жасы 58-де. Өмірдің ағы мен қарасын, тартысын да қақпасын да көргендіктен бетін әжім басқан. Орта бойлы 165 шамасында, жүзінде қарттық пен қаттылық белгісі бар әйел. Ол туралы артық ойым болмайтын, тек сол күні осыдан 2 жыл бұрын Алматыға жұмыс бабымен барғанмын. Ала сумкаға бір марқаның етін тартып алып, жолай дүкенге соғып тәтті заттар мен тортын алдым да қайын жұртқа тартып отырдым. Қайнағам ол кезде вахтада жұмыс жасайтын, 2 балдызым да Семейде оқуда. Енем үйде жалғыз. Үйге келіп есікті қақтым. Қуықтай ғана бір бөлмелі үй. Кухня, зал, туалет, ваннасы бір бөлме. Есікті енем ашты, аздап мас сияқты көрінді. Үй у-шу құрдастары екен. Енем үстінде халат киген. Етегі тізесіне жетпейтін. Ақ сандары жалтырап тұр. Кіре сала амандық білісіп дастарханға жайғастым. Ырду-дырду әңгіме. Аздап тамақтанып кешке келемін деп шығып кеттім. 2 сағаттан соң қайта келсем, қонақтар жиналып кетуге қам жасап жатыр екен. Енем екеуміз етті бұтарлап тұздап балконға жайып қойдық. Енем туалетке кіріп кеткен болатын. Кухняға өтіп бара жатқанда бір ыңырсу естігендей болып жақындап едім. Я, расымен де, жай құлақ түріп тыңдағаным сол еді. Аспабым айқайлап шыға келді. Кенет тамағына кенеп хым-хым етіп артынша терең дем алды. Унитазың суын ағызып даусын естірмейтіндей тастады. Мен әрі өтіп кеттім. Шыққан соң бірден төсек салып жата тұрамын деп жатып қалдым. Мен диванға қисая кеттім. Ұйықтап кетіппіз. Түн іші сықырдан ояндым. Енем қараңғы бөлмеде ішінде қолында телефонын әлсіз жарығымен шкафта ақтарып жатыр. Сөйтсем үстіне жұқа халат алып, көз алдымда шешініп ауыстыра бастады. Жарық әлсіз болса да анық көре алатындай еді. Қос көкірегі салбырап кеткен, бұтында кішкене ғана киімі, үсті жұқа, ілінген көйлектің іші көрінеді. Бір кезде теріс айналып астындағы киімін шешті де орнына қара түсін киді. Артына бұрылып сәл еңкейгенде әппақ құйымшағы еріксіз ләззатқа беріп, айғырымды айқайлатып, шап дегенде басын әлсін көтерді. Демім тамағыма қысылып әрең шыдадым. Бір аяғы 1 минутта көрініс аяқталды. Енем орнына жата кетті. Жүзін маған бұрып телефоннан бір нәрсе қарап бастағандай, әуелде не қарап жатырғанын ұқпасам да артынша қолы мен көрпенің үйкелісін анық естіп бір нәрсе бүлдіріп жатқанын ұға қойдым. Бір сәтте шалқайып жаттып, бөлмеде менің барымды ұмытқандай жымия қала салды. Мені ұмытты ма, әлде бар екенімді қыстырмады ма, саусақтарын күн тимесіне кіргізіп шығарып шалпылдатып даусын естіртіп жатты. Көрпесін айқара ашып, жаймен даусын шығара жөнелді. Сол сәтте менде атып тұрып, мама не болды деп өтірік білмегенде дереу фонарик жағып қалдым. Телефон фонаригі менде дауыс шабатын, 2 рет бассаң қосыла қоятын. Бар байлығы байқап та үлгердім. Енем сасқалақтай көрпесін жауып, көрпе астында киімін киіп жатты. Ой, кешіріңіз дедім де қайта отыра кеттім. Енем үнсіз. Бір сәт бойыма күш-қуат жинап алып, үстіне отыра кеткісім келді. Духы жетпеді. Содан кейін ояумын. Енем ұйықтаған сияқты. Телефон жарығы қосып қарап едім, көрпесі сәл ашылған екен. Сөндіріп төменгісін үстіме де арт жағына да жаймен жақындап қатарласып жата кеттім. Қолымды бел тұсына апарып, киімін бойымен төмен жылжытып келемін. Күн тимесіне жеткенде сәл кідірдім. Қайта мыжа түстім. Енемнің де демалысы өзгеріп ләззат ала бастады. Ояу екен. Үндемеді. Мен де жалғастыра бердім. Іш киімін шештім де арт жағынан күн тимесіне сұғып алдым. Дауысы бажыта қалды. Жалғастыра бердім. Солай бірнеше минутта бітірдім. Орныма барып жатып қалдым. Ертесіне таңертең ол да үнсіз, мен де үнсіз шай ішіп, мен шаруалармен шығып кеттім. Жұмысым кеш бітіп шыққаннан кейін бірнеше сыра іштім де үйге келсем енем отыр одаймас. Ой, біраз мұңын айтты.
мұнда жазу мүмкін емес. Ең керегі соңғы бірнеше жыл еркек көрмеген. Кейде өзін қатты басқара алмай кететін жайлы айтты. Мен тыңдап отырдым да аймалап кеттім. Тағы да үнсіздік, үнсіз жанасу, үнсіз аймаласу. Екі аяғын көтеріп қойып, үстінде біраз итердім. Сыраның буымен бітіріп болмай жатырмын. Кенет орнын ауыстырып, ол үстіме отырып шаба кетті. Ол бөлек еді шабыс. Бірнеше рет болды да дауысы шыға келді. Жағып барады. Жұлқына басып итеріп ыңғылдайтындай сайын жұлқына түстім. Ақ тер көктеріміз шықты. Бір кезде 4 тағанға тұрғыздым да екі астыма күнтемесіне тиген сайын ыңырси берді. Бір кезде артқы жағына апарып аяғымнан кейін итерді. Тек басын ғана салбыратып жібердім. Ақ өктеп өліп барады. Шап үстінен кейін ыңғылай берді. Сол тұрған жеріне етпетімен жатқыздым да түбіне дейін апарып жібердім. Армансыз айқайлатып 12 минуттай болдық. Ол бірден туалетке жүгірді. Мен бірге кіріп айғырымды жуып алдым. Унитазда отырып маған жәбірлене қарады. Не істедік дегендей. Сол түні бір қайталап таңертең жолға шығарда бір қайталатында кетіп қалдым. Содан кейін 2 жылдай уақыт өтті. Бәрі сол түнде қалды. Ол туралы сөйлескен де жоқпыз. Одан кейін ниеттенген де жоқпыз. Оңаша қалып көрмедік те, оңаша қалсақ мүмкін шыдап тұра алмаспыз. Бірақ қайталап көру ойда жоқ.